Саламатсыздар ма оқушылар? Кескіндеме сабағы. Тақырыптық натюрмортты бейнелеудің екінші сеансы. Алдыңғы сабақта біз осы натюрморттың фор-эскизін орындадық. Бүгінгі сабақтың мақсаты формат А3-ке натюрмортты үйлестіру және сызықтық құрылымын қарындашпен суретін салу. Алғашқы сабақта фор-эскиз салғанда көрініс нүктесін таңдап және натюрмортты салу үшін қағаз бетін көлденең орналастыруын анықтадық. Ендеше жұмысқа кірісейік. Формат А3-ті көлденең орналастырамыз. Қарындаш пен қағаз бетіне төрт жағынан орын қалдырып, сызықтарды саламыз. Астыңғы жағына көбірек орын қалдырамыз. Сәл көрінетін сызықтармен қарындашқа қатты баспай, натюрморттың заттарын форматқа жобалап үйлестіреміз. Осы кезеңде натюрморттың заттарының мөлшерін форматқа сай, кішкентай немесе үлкен болмауды және пропорция қатынастарын ескеріп салу қажет. Осы кезең барысында орнымыздан тұрып жұмысымызға алыстан қарағанда қателерімізді байқауға болады. Осы сәтте байқаған қателерді түзетуге тырысамыз. Сосын барып сызықтық конструктивтік суретін айналысуға кірісеміз. Заттардың сызықтық конструктивтік құрылымын ыңғайлы салу үшін біз оларды төртбұрыш, трапеция, шаршы, тағы да басқа геометриялық денелерге бағындырып, және осы сәтте заттардың пропорцияларын және өзара қатынас пропорциясын анықтап суретін саламыз. Содан соң эллипстерді салып, заттарымыз көлемді формаға айналып кетеді. Ең соңында мата қатпарларын салуға болады. Мінеки, біздің суретіміз дайын. Сабақтың қойған мақсатына жеттік. Формат А3-ке натюрмортымызды үйлестіріп және сызықтық құрылымдық суретін орындадық. Келесі сеанста біз суретімізді түспен бояуға кірісеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Зейіндеріңізді бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.